саламатсыздар? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жол жүріп барамыз бүгін. Павлодар қаласына. Фатима деген қызымыздың, мына қыздың туған күні келе жатыр, 27-сі. Соған бір жыл бойы миды жеді. Туған күні қашан келеді? Туған күні қашан келеді? Туған күні қашан? Неше күн қалды? Туған күніме неше күн қалды? Деп келе жатыр. Соған сыйлығын алып, елде шай ішіп. Марғұлан деген жігітті приемға барамыз. Біраз бөденнен жұмыртқасы бар, соны сату керек. Жем алу керек, жұмыс жетеді. Мұхтар деген жігітте қалама, ері болды. Алида бар. Мына жерде Марғұлан бар. Ол кішкентай, әзірге көрсете алмаймыз. Бірінші Марғұланды невропатологқа апарамыз. Сосын басын УЗИ-ға түсіреді. 2 айлық. 2 айында өту керек. Соларды өтуге барып жатырмыз. Сосын Фатиманың туған күні. Иә, Фатима? Иә. Не айтасың халқыңа? Айтшы бірдеңе. Айта ғой. Сабынды айтшы, сабынды. Тақпағыңды айтшы. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып. Жасыл қызыл ағын, қолдана бер бәрін, қолданғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда. Тыңна түсте кеште, қол жуудан тынба. Қолдарыңызды жуып отырыңыздар. Мал сату арнасымен бірге болыңыздар. Біздің видеоларды бастан аяқ көріп отырыңыздар. Шамамыз келгенше енді жақсы видеолар түсіруге тырысып жатырмыз. Қазақи арналарды осылай дамыта берейік. Тілімізді, мәдениетімізді, дәстүрімізді дамыта берейік. Егер де біз осы тілімізді сөйлемесек, осы тілімізді дамытпасақ, ешкімде сөйлемейді, ешкімге керек жоқ біздің тіліміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рекламаны да қарап қойыңыздар. Сол ағайын, амандықпен келесек. Енді мал шаруашылығы, жалпы ауыл шаруашылығы ең ауыр жұмыстардың бірі ғой. Соны сіздердің істеуге сол күш-қуат берсін. Мұхтар, не айтасың? Айтшы, ассалаумалейкум деші. Қайда барасың, Мұхтар? Ал, жақсы.